Сәлем достар, бүгін өте дәмді сметанный пирогтың рецептімен бөліскім келіп тұр. Тура осы рецептпен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Тура мен сияқты қазір жасап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Осы пирогтың құрамының барлығын, мөлшерінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Осындай ыдысымызға бірінші қамырын, тестасын дайындаймыз. Жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, үстіне шекер салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді сары майды осылай үккіштің көмегімен, терканың көмегімен майдалап, өткізіп, дайындап қоямыз. Жұмыртқалы массамыздың үстіне ұнды електен өткізіп саламыз және дайын тұрған майды салып, үстіне 1,5 қасықтай разрыхлитель салып, қопсытқыш салып, қолмен қамыр илейміз. Өте жұмсақ, сап-сары әдемі қамыр шығады осындай. Осы қамырды алып, шамалы бір 10-20 минутқа морозильникке саламыз. Енді бетіндегі сметанадан начинкасын жасаймыз. Осылай жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, шекер салып араластырамыз. Енді үстіне 20% дүкеннен әкелінген қаймағымызды саламыз. Әдемі масса шыққанша осындай араластырып, дайындап қойып, енді табамыздың астына фольга немесе пергамент төсеп, май жағып шет-шетіне қамырымызды осылай жайғастырамыз. Және шет-шетіне бортик жасаймыз міндетті түрде, болмаса ағып кетеді. Мен осындай кружканың көмегімен қамырды шет-шетін, ортасын барлығын біркелкі етіп басып шықтым. Ең соңында үстіне осындай алдында дайындап қойған начинкамызды құямыз. Және шет-шетіндегі шығып тұрған, үстіне көтеріліп тұрған қамырды мен кесіп тастадым. Маған біркелкі болып тұрған ұнайды. Міне біздің сметанный пирогымыз дайын, әдемі болып пісті, әдемі болып көтерілді. Описание бөліміне өтіп, менің осы уақытқа дейін дайындаған видео рецепттерімді көре аласыздар. Өте жұмсақ, тестасы да жұп-жұмсақ, әп-әдемі пирог дайын болды. Сіздерге видео рецепт ұнап жатса, комментария қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр.